Теміртау қаласының шығыс саябағында өткен салтанатты іс-шараға 500-ден астам адам қатысты. Олардың қатарында білім беру, денсаулық сақтау саласының қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер, әскери қызметкерлер, волонтерлер мен жастар болды. Бүгін біздің егеменді елімізде осы рәміздер күні бүкіл қала, ауылдарда, бәр жерде, елді мекендердің бәрінде аталып өтеді. Бұл үлкен мереке, біздің рәміздерімізге беріп жатқан өзіміздің сыйымыз, өзіміздің көңіліміз, өзіміздің жаңағы Қазақстанымыздың жаңағы туымыз бар. Соның бәріне беріп жатқан өзіміздің жақсы бір көңіліміз ғой, қазақ елінің. Сондықтан осы күнді арнайы атап өтеді. Жыл сайын осы күні 92 жылдан бері аталып келе жатқан күн. Сондықтан осы күнмен бүкіл Қазақстан, бүкіл Теміртау халқының мен жұртшылығын құттықтаймын. Салтанатты жиында сондай-ақ патриоттық онлайн флешмобтың жеңімпаздары марапатталды. Қатысушылар мемлекеттік рәміздер мен отанға деген сүйіспеншілікке арналған авторлық бейнероликтер ұсынды. Жеңімпаздар естелік сыйлықтармен және алғыс хаттармен марапатталды. Құрметті теміртаулықтар, барлықтарыңызды Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін осы күнге орай біздің қалалық саябақта көк тудың желбірегені атты патриоттық форумы өтті. Бұл патриоттық форумға біздің мемлекеттік қызметшілер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, денсаулық, мәдениет, спорт, білім саласының қызметкерлері және біздің қаламыздың жастары қатысты. Бүгінгі біздің өткізіліп жатқан форумымыздың ең басты айғағы бұл біздің мемлекеттік рәміздерімізді ұлықтау және насихаттау болып табылады. Ресми бөлімнен кейін мереке флешмобтармен, шығармашылық қойылымдармен және өнерпаздардың концерттік бағдарламасымен жалғасты. Шығыс саябағында патриоттық рух пен бірлік атмосфера орнады. Қатысушылар мұндай іс-шаралардың ел рәміздеріне деген құрмет пен ұлттық сана сезімді тәрбиелеуден маңызды екенін атап өтті. Әлиасқаров Ахансер, Жахангер Қонжбаев, Теміртау жаңалықтары.